демалғың келсе уақытыңды босқа өткізбе дейді. Яғни ұстаздарша демалғанына жетпейді да. Ол қалай еді деген кезде Ахметтерді білеміз ғой. Өлең шығарып, өлең жазған шығар, оқулықтар әліппені жазған шығар. Бірақ олардың бір сүйдім күйдім деген бір өлеңі жоқ та, бір қарасаңыз. Неге шындықты айтты да олар. Сол секілді ұстаздың да негізі демалысы шынайы болса да, ол бірінші қалай демалыс ол? Ол демалыс деген кезде бізде бір құр шаршау ма? Ұстаз яғни мимен жұмыс істейді, қоғамға, еңбек. Миды қай кезде демалады? Ми жазумен демалады ғой негізі. Ғалымдардан асып қайда барамыз? Сосын жүрек демалады деген сияқты. Ал біз демалысты да кейде ажыратпаймыз ба деп қаламыз да қоғамда. Барса болады да, Баянауылға барсаң болады. 30-ға жуық академик шықты да. Жай ғана демалыс емес та. Ол жердің сайы, тасы, тауы сөйлейді деген секілді ғой. Алғаш мектеп ашылған мысалы Бөкей ордасына барды. Жәңгірлер ашқан 1841-дегі. Сонда барды. Кеше біз мысалы Ташкентте болдық та, Алаштың зиялылары, яғни Алаш ізімен деп. Сол жерде біздің алғаш университеттер қалай құрылды деген сияқты. Шаршаған буын шығаратын, кейбір адамдардың ақиқаты көрініп қалатын, ертең өзі ұялып қалатын. Әлгі Төле би бабамыз айтады ғой, атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі, өзіне келер ұятын өзі біліп тұрса игі дейді. Сондықтан мұғалім біреудің қисық тұрғанын түзететін қоғам болған соң өзі тәндіреңдеп жүргені, өзі қисайып жүргені, ішіп алып жүргені деген секілді сондай кадрлар бұл біздің адамдығымызға, арымызға томпақ болады да. Алларының рентгенінің астында екенін білсе, оған әрдайым еліктеушілік бар екенін білсе, тіпті бұл бір енді кейбір деп қойыншы, бәрі емес. Бір жұлдыздардың, әншілердің балалары еліктейді да, солардың ішкеніне дейін, соған билегеніне дейін еліктейді ғой. Ал бірақ біздің мұғалімнің жүріс-тұрысы, киімі, бәрі үйлесім табу керек дейді да бұл жерде. Сондықтан біз осы нәрсені балаға беруіміз керек дейді, өйткені бұл қоғамның адамнан адам жасайтын, былайша айтқанда бұл үлкен ұлы миссия да.